Сәлеметсіңдер балалар. Бүгін 5-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәні бойынша қашықтықтан оқу сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды жүргізетін мен Алматы облысы Ескелді ауданы Абай атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Мұхамеджанова Бағлан Елубайқызы. Сабағымызды бастамас бұрын ой шақырып алсақ. Бұл суреттен кімдерді көріп отырсыңдар балалар? Иә, анасы мен баласы. Анасын мейірлене құшақтаған баланы байқап отырмыз. Анасының қасында жүзінде бал-бұл жанған кішкентай баланы байқап отыр екенбіз. Неге анасы мен баласын көрсетті деген ой сіздерге келе ме балалар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Себебі бүгінгі біздің тақырыбымыз Тынымбай Нұрмағамбетовтың анасын сағынған бала әңгімесіндегі ана мен бала бейнесі екен. Бүгін сабақта сіздер шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образды аша аласыз. Кейіпкерлер әрекетіне шынайы өмірмен байланыстырасыз, сыни баға бересіз. Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образды ашуды, әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттерді табуды меңгереді екенсіздер. Осы шығармадағы басты кейіпкер анасы Күміскүл мен баласы Сержан. Ендеше осыларға тоқталып өтейік. Күміскүл Балмағамбеттің қызы, Сержанның анасы. Алматы базар маңында жұмыс жасайды. Жұмыс істеу үшін Алматыға кеткенде 4 жасар Сержанды атасы мен әжесінің қолына қалдыруға мәжбүр болады. Өйткені қалада балабақшаға орналастыру өте қиын. Балмағамбеттің жиен немересі алыстағы анасын аңсап сағынады. Сол сағынышы оның сәби жүзінде кейде кірбең салады. Анасымен бірге болуды, әкесімен табысуды армандайтын кішкентай ғана біздің 4 жасар кейіпкеріміз ол Сержан екен. Осы шығарманы меңгеру барысында Сержанның бойынан қандай мінездерді байқадық? Есімізге түсіп көрейікші балалар. Иә, Сержан ақ көңіл, зерек, бауырмал, ақылды болды. Ендеше шығарманың қай тұсынан осы мінездерін көруге болатынын талдап көрсек қайтеді балалар? Кәне, ақ көңілділігін біз қай жерден байқадық шығарма кезінде? Мамам әкелген төплиді киемін деп қиял қанатына мініп алғандай деген жерде байқалады екен. Ал зеректігі мамам айтқан Алматыда жаз кезінде де түн суық болады деп. Анасының әлде қашан айтқан сөздері есіне түсіп. Бауырмалдылығы көздері күлімсіреп тұрып, кішкентай саусақтарымен Есмағамбеттің білегінен ұстайды. Адамның жүрегін еріксіз елжіретіп жіберетін кезет. Ақылдылығы саусақтарын кезек бүгіп тұрып, бүгін, сосын ертең, сосын арғы күні ме? Деп қуана шаттанады. Бұның бәрі Сержанның сәби көңілінен ештеңкеден қам-қарекетсіз сәби жүрегінен шыққан шынайылық болатын. Иә балалар, біз бұның бәрімен оқып танысқан болатынбыз. Ал енді 4 жасар Сержанның анасы Күміскүл неге Сержанды ауылға атасы мен әжесінің қолына тастап кетті? Неге олай істеуіне мәжбүр болды? Ендеше Күміскүл ананың бейнесіне тоқталып өтейік. Ондай болса 4 сөйлем әдісі бойынша Күміскүлдің бойындағы мінез құлықтары мен портреттеріне қарай назар аударайық. Күміскүл жырақта жүрген ана. Бұл біздің пікіріміз. Дәлеліміз жұмыс істеп ақша табу үшін Алматы қаласында жүр. Пікірімізді өмірмен байланыстырып мысал келтіретін болсақ, бүгінгі күні Күміскүл секілді аналар көп. Себебі ауылда жұмыс жоқ.
Сондықтан олар қалаға кетуге мәжбүр болады. Ойымызды қорытындылай келе, бұл жерде анасын сағынған кішкентай Сержанның анасына деген сағынышы орынды деп ойлаймын. Кез келген бала анасын аңсайды, сағынады, анасының жанында болуды армандайды. Иә балалар, бәріміз де анамызды сағынамыз, алыс кетсе іздейміз. Анамыздың қасында өзімізді шын мәнінде бақытты санаймыз. Иә балалар, тура сондай біздің кейіпкеріміз Сержан да өзінің анасын аңсайды екен. Ал енді балалар, бүгін біздің сабақта қалай меңгергенімізді байқау үшін қорытындылау тестін жасап көрейік. Бұл тестті жасау сіздер үшін қиындық туындатпайды деп ойлаймын. Өйткені бұл шығарманы жақсы меңгергендеріңді білемін. Сондықтан да сендер тестті мұқият жақсы орындап шығасыңдар. Тестті оқып берейін. Есмағамбет Сержанға қандай уәде берді? Атаңның мазасын алма, баламыз тентек екен деп кетеді ғой, деген кімнің сөзі? Сержанның анасы әкеліп берген әппақ футболка, шалбар мен төплиден басқа қандай киімдері бар? Мамамды тауып алсақ, деп ар жағында тағы кімді іздегісі келеді? Әңгімедегі әнші бала кім? Осы тестті орындауға сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Уақыттарыңыз кетті, іске сәт балалар. Уақыт аяқталды. Енді өзіміздің білімімізді тексеріп көрейік кәне балалар. Есмағамбет Сержанға қандай уәде берді? Алматыға апаруға уәде берген екен, иә балалар? Атаңның мазасын алма. Баламыз тентек екен деп кетеді ғой, деген кімнің сөзі еді? Әжесі Мейіргүлдің сөзі болған, иә балалар? Сержанның анасы әкеліп берген әппақ футболкасы, шалбары, төплиден басқа қандай киімдері бар еді? Қып-қызыл гүлі бар көйлегі болған екен. Мамамды тауып алсақ, деп ар жағында тағы кімді іздегісі келетін? Әрине, ол әкесін іздегісі келетін. Әңгімедегі әнші бала кім еді? Ол біздің кішкентай кейіпкеріміз Сержан болатын. Жақсы, міне балалар, тестті жақсы орындадыңдар деп ойлаймын. Сабағымызда өз мәресіне жетті. Ендеше әдеттегіндей кері байланыс берейік. Бүгінгі сабақты қанша пайыз меңгердіңіз деп ойлайсыз? Неге сондай пайыз көрсеттіңіз? Себебін түсіндіріп кетіңізші. Өз ойыңызды жазып, менің жеке WhatsApp номеріме суретке түсіріп жіберсеңіз, тіптен жақсы болар еді. Сіздің сабақта қанша пайыз меңгергеніңізді білетін. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды балалар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.